Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз мынандай қамырдан пирожки жасаймыз. Әуелі қамырымызды бөлек-бөлек қылып бөліп аламыз. 80 граммнан 90 граммнан бөліп аламыз. Сөйтіп көтерілуге қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше майымызды қыздырып, жуамызды қуырып аламыз. Картофелімізді дайындап, яғни қамырымыздың арасын салатын начинкамызды дайындап аламыз. Жуамызға тұз сеуіп, қуырып алдық. Енді тазалап ашылған картофеліміздің үстіне жуамызды салып, тұзымызды салып, кішкене қарабүріш себеміз. Енді оқтаудың көмегімен еземіз. Жақсылап езіп алған соң қамырымызды жайып, оқтаудың көмегімен жаюға болады, қолмен жаюға болады. Әркім ыңғайына қарай істейді. Мен біреуін ғана оқтаумен жайдым. Начинкамызды арасына салып, пирожкимізді бүгіп аламыз. Осылайша барлығын бүгіп аламыз. Енді растойкаға қоямыз, көтерілуге. Жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Сковородқа май құйып, қыздырып, 2-3 салып қуырып аламыз. Осылайша екі бетінде қып-қызыл қуырып аламыз. Осымен біздің пирожкиміз дайын. Мен жартысын майға қуырдым, жартысын духовкаға пісірдім. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.